Халық емінде қолданылатын кейбір шөптердің емдік қасиеті медициналық дәрілерден де күшті болып келеді. Соның бірі зімбір. Құрамы дәрумендер мен минералды заттарға бай бұл өсімдік мың бір түрлі дертке дауа болады. Егер зімбір қосылған шай ішсеңіз, денсаулығыңыз жақсарып, түрлі аурулардың алдын аласыз. Өзіңізді сергек әрі қуатты сезінесіз. Сізге сәлем, бұл пайдалы кеңес арнасы. Зімбір нақты қандай ауруларды емдейді? Мың түрлі дерттің шипасы мен емдік қасиеттері туралы айтамын. Адам ағзасын қалай өзгертеді? Зімбірдің пайдасы мен зияны туралы айтамын. Сіз естіп білмеген ақпараттармен бөлісемін. Бұл видеоны соңына дейін қараңыз, сізге пайдалы болатынына сенімдімін. Алдағы уақытта менің видеоларымды жіберіп алмас үшін маған тіркеліп, подписация кнопкасын басып кетуіңізді сұраймын. Ұйқы безі ауыратын науқастарға ем ретінде тиімді әрі пайдалы дәрі ол зімбір шайы екенін ескертеміз. Егер күніне жарты шыны зімбір шайын ішетін болсаңыз, ұйқы безі ауырғанынан біржолата құтыласыз. Тіпті созылмалы аурудан да айығасыз. Зімбір шайы асқазан сөлінің өздігінен бөлінуіне ықпал етеді. Нәтижесінде асқазан ауруының алдын аласыз. Егер асқазан жолдарының түрлі дерттен сақтағыңыз келсе, онда бір шай қасық зімбір тамырының бір стақан қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Шамамен 15 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, бір стақан сүтпен араластырып, дайын болған емдік шайды аз-аз жұтымнан ішесіз. Зімбір шайы тұз байлануды болдырмайды. Бұл дертке шалдыққандарға қара шай мен кофе ішуге мүлдем болмайды. Оның орнына зімбір шайын ішіңіз. Сонда буын ауруларын емдейді, тұз байлануды болдырмайды. Жалпы ағзаның белсенді жұмыс істеуіне септігін тигізеді. Зімбір шайы керемет қуатты арттырады. Зімбір шайының қоздыратын әрі қан айналымын жақсартатын да қасиеті бар. Егер ұйқыға жатардан жарты сағат бұрын жарты шыны зімбір шайын ішсеңіз, түнгі тіршілігіңіз сәтті әрі тәтті болады. Егер бұл шайды үзбей ішіп жүретін болсаңыз, қуық түбі безін қабынудан қорғайды әрі беліңізді қуаттандырып күшке ие боласыз. Зімбірдің пайдасы жайлы аз айтылған емес. Оның адам ағзасына пайдасы барын медицина дәлелдеген. Дегенмен де зімбірді дұрыс қолдану керек екені ұмытпаған жөн. Алдымен пайдасынан бастайық. Зімбір иммунитетті керемет көтереді. Зімбірдің құрамында дәрумен өте көп. Әсіресе В тобына жататын дәрумендер мол. Аскорбин қышқылы мен ретинал бар. Ал бұлар адам иммунитетін күшейтуге жақсы көмектеседі. Токсикоз бен улануды қайтарады. Зімбір қан айналымын жақсарту арқылы ішек спазмасын жеңілдетіп, ағам уытын тез қайтарады. Қан қысымын түсіреді. Жоғарыда айтылғандай, зімбір қан айналымын күшейтеді. Соның есебінен қан қысымы да төмендейді. Сондай-ақ миға оттегі айдауға көмектеседі. Зімбір шайы суық дегенде керемет ем болады. Зімбір шайы бойдағы суықты шығаратын қасиетке ие. Сонымен қатар қызуды түсіреді, ауырсынуды басады, терлетіп, қақырықты түсіреді. Егер зімбір шайына бал, даршын, қалампыр, лимон, шырғанақ қосып ішсеңіз, ангинадан біржолата құтыласыз. Кез келген заттың, кез келген шөптің де пайдасы мен зияны болады. Зімбірдің зиянын айта кетейін. Зімбір өте қатты уытты өсімдік, сондықтан оның пайдаланарда абай болған жөн. Әсіресе зімбірдің шайын ішкен кезде сақ болған абзал. Дәмі асап ашыға немесе қышқылға айналған тәрізді болса, онда оны ішпеген жөн. Зімбірді жеуге, ішуге болмайды. Гастрит, асқазан жарасы бар адамдарға зімбір асқазанның шырышты қабығын тітіркендіруі мүмкін. Сондықтан асқазан қышқылы көбейген жағдайда зімбір шайын ішпей қойған жөн. Бүйрегінде тасы бар адамдарға да зімбір бүйректегі тасты ары бері қозғауына әсер етуі мүмкін. Бұл да
бүйрекке жақсы емес. Зімбірді дене қызуы жоғары кезде ішуге болмайды, өйткені қызуды одан әрі көтеріп жіберуі мүмкін. Ал дене қызуы енді көтеріле бастағанда оны қайтаруға зімбір шайының пайдасы мол. Жүрек ауруы бар адамдарға миокард ишемиялық жүрек ауруының қан қысымы жоғары инсульт, инфаркт алған адамдарға зімбір шайын көп ішуге болмайды. Өйткені жоғарыда айтылғандай қан айналымын күшейтіп, жүрекке салмақ түсуі мүмкін. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Ауырмаңыздар, ем болсын. Менің басқа да видеоларымды көріп, пайдалы ақпараттардан хабардар бола аласыздар.